Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы тікбұрышты үшбұрыштың ауданын табу. Сабағымыздың мақсаты тікбұрышты үшбұрыштың ауданын есептеуді үйрену. Мысалы, бізде мында тік төртбұрыш берілген. Тік төртбұрыш екі үшбұрышқа бөлінген. Жасыл үшбұрыш және қызыл үшбұрыш. Мысалы, бізге мына қызыл түсті үшбұрыштың ауданын есептеу керек. Оның ауданын қалай табамыз? Яғни, қарайық. Мына жерде 1, 2, 3, 4, 5. Демек, мына жеріміз 5 сантиметр. Бұлай 1, 2, 3, 4, 5, 6 сантиметр. Яғни, бұл тік төртбұрыштың қабырғаларының ұзындығы, яғни ұзындығы 6 сантиметр, ені 5 сантиметр болып тұр. Енді біз осы тік төртбұрыштың ауданын қалай табамыз? Ұзындығы мен енін көбейтеміз. Енді бізге тек қана мына қызыл түсті үшбұрыштың ауданы керек. Бұл бізде тік төртбұрыштың жартысы болып тұрғандықтан біз оны екіге бөлеміз. Яғни үшбұрыштың ауданын тапқан кезде біз ұзындығын еніне көбейтіп, оны екіге бөлеміз. 6-ны 5-ке көтсек 30, 32-ке бөлсек 15 сантиметр квадрат болады. Яғни тік бұрышты үшбұрыштың ауданын тік бұрыш жасап тұрған екі қабырғасының көбейтіндісін екіге бөлгенге тең. Яғни мына формулаға сәйкес. Нөмірі 2-ші мысал, тік төртбұрыштардан қиып алынған тік бұрышты үшбұрыштардың ауданын тап. Мысалы, біріншісін қарастырайық. Бірінші тік төртбұрыштың ұзындығы 6 сантиметр, ал ені 3 сантиметрге тең. Енді бізге тек қана осы боялған үшбұрыштың ауданын табу керек. Оны қалай табамыз дедік? Ені мен ұзындығын көбейтіп, екіге бөлеміз дедік. Біріншісінікін табайық. Сонда 3-ті 6-ға көбейтемін де екіге бөлемін. 3 пен 6-ның көбейтіндісі 18, 18-ді 2-ге бөлсем 9 сантиметр квадрат. Екіншісінікін қарайық. Ұзындығы 7 сантиметр, ені 6 сантиметр. Демек, 7 мен 6-ның көбейтіндісін 2-ге бөлемін. 7-ні 6-ға өтсем 42, 42-ні 2-ге бөлсем 21 сантиметр квадрат деймін. Келесі үшбұрышты қарастырайық. Оның ені 4 сантиметр, ұзындығы 8 сантиметр. Демек, 8 бен 4-ті көбейтемде 2-ге бөлемін. 8 бен 4-дің көбейтіндісі 32-ге тең. 32-ні 2-ге бөлсем 16 сантиметр квадрат болады. Нөмірі 3-ші мысал, бұл саяжай жері. Қоршаудың барлық ұзындығын және әр саяжай жерінің ауданын тап. Мысалы, бірінші А суретін қарастырайық. А суретіндегі саяжайға мән берейік. Бірінші, бізде тік төртбұрыш тәрізді, оның ұзындығы 10 метр және 6 метр. Ал екінші оның жанында бірге құрастырылғаны кішірек, ол да тік төртбұрыш формасында. Оның ұзындығы 6 метр және 3 метр. Бізге барлық ұзындығын тап дейді, яғни бізге периметрін табу керек. Одан кейін әр саяжай жерінің ауданын табу керек. Енді бірінші периметрін қалай табушы едік? Есімізге түсірейік. Периметрін табу үшін қабырғаларының ұзындықтарын қосып, 2-ге көбейтеміз. Ал ауданын табу үшін не істейміз? Ұзындығын еніне көбейтеміз. Бірінші саяжайдың периметрін, яғни барлық ұзындығын табайық. Бірінші мына үлкен жердікін табайық. Яғни 10-ға 6-ны қосамын да 2-ге көбейтемін. 10-ды 6-ға қоссам 16, 16-ны 2-ге көбейтсем 32 метр болады. Енді екінші кішкентайдікін табамыз. 6-ны 3-ке қосамыз да 2-ге көбейтеміз. 6-ны 3-ке көбейтсем 9, 9-ды 2-ге көбейтсем 18 метр. Енді істейм, барлығыныкін табу үшін 32-ке 18-ді қосамын.
Сонда қанша болады? 50 метр. Яғни осы саяжайдың барлық ұзындығы, яғни мынаның бәрін бүйтіп қосқанда, қанша болады? 50 метр. Ауданын табамыз енді. Бірінші 10 мен 6-ның көбейтіндісі 60 метр квадрат. Екіншісі 6 мен 3-дің көбейтіндісі 18 метр квадрат. Енді екеуін қосамыз, сонда 78 метр квадрат болады. Дәл осылай есептейміз, периметрін табамыз. Яғни 10-ға 5 қосамыз да 2-ге көбейтеміз. Сонда 30 метр болады. Екіншісінікі 6-ға 5 қосамыз да 2-ге көбейтеміз. 6-ға 5 қоссақ 11, 11-де 2-ге көбейтсек 22 метр. Енді істейміз. Барлығын табу үшін 30-ды 22-ге қосамыз. Сонда 52 метр болады. Енді аудан 10-ды 5-ге көбейтеміз. 50 метр квадрат. Екіншісінікі 6-ны 5-ге көбейтеміз. 30 метр квадрат. Енді екеуін қосамыз. Сонда қанша болады? 80 метр квадрат. Нөмірі 4-ші мысал, фигуралардың қай бөлігі боялған? Бөлшек түрінде жаз, симметриялы фигураларды ата. Бірінші фигураның бөлшек дегенімізді есімізге түсіріп алайық, Мысалы, мынандай. Бұл бізде бөлшек деп аталады. Асты ол бізде бөлімі. Үсті ол бізде алымы. Яғни астына біз қанша бөлікке бөлгенімізді жазамыз, үстіне қанша бөлікті алғанымызды жазамыз, Бірінші санақ қызыл түсінікін қарастырайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 бөлікке бөлдік. Демек, оны астына жазамыз. Нешеуі боялған? Үшеуі боялған. Үстіне боялғанды жазамыз, Келесі. Ортасына. Енді санаймыз неше бөлікке бөлінген? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 бөлікке бөлінді. Келесі. Неше бөлікке бөлінген санап аламыз? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 бөлікке бөлінген. Демек, 10-ды астына жазамыз. Оның нешеуі боялған? 4-еуі боялған. 4-ті демек үстіне жазамыз. Келесі. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 бөлікке бөлінген. Оның 4-еуі боялған. Келесі. Санаймыз неше бөлікке бөлінген? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 бөлікке бөлінген. Демек, астына 8 жазамыз. Нешеуі боялған? 4-еуі боялған. Сонда 8-ні 4 деп жазамыз. Енді бізге айтады, симметриялы фигураларды атады. Симметриялы фигуралар дегеніміз, естеріңізге түсірейік, фигураны ортасынан бетіп бөлген кезде бірдей 2 бөлікке бөледі, Сол бізде симметриялы деп атады. Яғни, мынау бізде симметриялы. Мынау симметриялы, тура бетіп ортасынан бөлінгенде, екі жағы бірдей болып тұр. Нөмірі 5-ші мысал, амалдар бойынша жаз және есептеу тәсілін түсіндір. Осыған ұқсас орындық құрастыру. Бірінші бізде жақшаны сөйлеу, сонда азайтыларымызды. Яғни 640 метрден 8-ді қосамыз. 10 0 жазын бірімді, 4 жазын бірімді орындаймыз. 6-ға бұртылсын, 7 жөнетпіз. Екіншінің азайтылы орындаймыз. 700 метрден азайтамыз.
0-дан 0-ды азайтамын 0. 0-дан 7-ні ала алмаймын. Сондықтан не істеймін? Мына бір мыңдық сұраймыз. Ол әрқайсынан беріп, мынаның өзінен. Мында, в общем, 10-дық болады. Мында 9 жүздік. Мында өзінде 0 қалады. Енді 10-дан 7-ні азайтсақ 3, 9-дан 7-ні азайтсақ 2. Сонда өрнектің мәні қаншаға тең? 230-ға тең екен. Келесі. Бұл жерде бірінші қосуды орындаймыз, содан кейін азайтуды орындаймыз. Яғни 129 мың қосылған 800 мың. Бұның баған түрінде жазбасақ та болады, яғни мына 3-0-ді тіркеп жаза саламыз да. Мұнда не істейміз? Қосамыз, яғни сонда 929 мың болады. Екінші амал 20 мыңды азайтамыз. Сонда қанша болады? Егерде былай бүйтіп көрінсін десеңіздер. 3-0-ді тіркеп жаза саламыз да. Сонда 909 мың болады. Келесі. Қанша болады? 457. Екінші амал 286-ға қосамыз 457-ні. Сонда 743 болады. Өрнектің мәні 743-ге тең. Келесі. Бірінші амал 800-ден 645-ті азайтамыз. 155 болады. Екінші амал 900-ден 155-ті азайтамыз. 745. Жақшаның ішінде 360 мыңнан 200 мыңды азайтсақ, яғни 360-тан 200-ді азайтсақ, 160, яғни 160 мың деген сөз, Енді 503 мыңнан 160 мыңды азайтсақ, 343 мың болады. Келесі мұнда 600 мыңнан 450 мыңды азайтамыз, яғни 600-ден 450-ді азайтамыз деген сөз ғой. 150, демек 150 мың деген сөз. Енді 150 мыңға 80 мыңды қосамыз, яғни 150-ге 80-ді қосамыз. 230, яғни 230 мың деген сөз.